Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық жұмысы ағартушылық қызметіне кім баяндама жасады? Құлжанова, жақсы дұрыс. Келесі сұрақты Еркеш апай. Ахметке сөз берейік. Мәтін бойынша биші мен өнертанушы арасында сұхбат құрастырып сұхбат жүргізді. Біріншісі Абайдың көркем тақпақтарын қай кезден бастап әдеби музыкалық кештерде орындай бастады?
Жайма, жайма. Жайма, иә, тұрып алу сөйлем. Ал үшіншісі ше? Ол саған сөйлем. Тек қана тұрып алу мүшелері арасынан, иә? Жақсы. Шошты тексерейік. Дұрыс. Біздің бүгінгі тақырыбымыз болымды сөйлем және де болымсыз сөйлем. Болымды сөйлем дегенді шыңғыс оқып бере ғой ережесі. Тақтада. Болымды сөйлем дегеніміз іс-әрекеттің орындалғанын немесе орындалғанын білдіретін сөйлем болымды сөйлемге мысал. Болымды сөйлемге мысал. Бүгінгі тақырып не екенін, қандай екенін комментер шығып. Болымды сөйлем дегеніміз сөйлемге іс-әрекеттің болмайтынын орындалмағанын білдіреді. Болымсыз сөйлемге мысал. Бүгінгі тақырып не екенін, қандай екенін де бұл Тимирман түсінбеді. Яғни бірінші болымды сөйлемде Мұхаммедияр түсінді деп тұр. Яғни ол болған нәрсе, орындалған нәрсе. Ал екіншісінде Тимирман түсінбеді деп тұр. Яғни бұл іс-әрекет орындалмады. Формула ретінде алатын болсақ, болымды сөйлемді плюс, болымсыз сөйлемді минус деп алсаңдар енді болымсыз сөйлем деген ол жалпы болымды сөйлемнің негізінде жасалады. Оған қарама-қарсы мағына береді. Жаңағы сәтте түсінді, түсінбеді. Қарама-қарсы мағына. Енді болымсыз сөйлемнің жасалу жолдарын Ахмет оқып берсең. Бірінші, екіншісі. Болымсыз сөйлемнің жасалу жолдары. Біріншісі мағына жинақтары арқылы торсанның бейітіне келіп ешкім құралын қойылген. Екіншісі есім мен есім мүшелер баяндауыштарға немесе екінші етістігі қосылып жазылу арқылы жасалады. Бірақ оның не екенін қандай адамдар Үшіншісі, Тоғжан. Үшіншісі, бұл сөзі баяндауыш қызметінде күрделі баяндауышпен бірге келуі арқылы. Сол сәттен бастап жас босанған анаға салмақ түсірген жоқ. Яғни жоқ деген сөзі болады. Яғни болымсыз, отрицательный дейміз ғой. Сондай мағына беріп тұр. Минус мағына десем де болады. Төртіншісін Консула. Көрдіңіз ба? сын есімдер баяндауыш ретінде жұмсала бұрын осы планға тумай тұрып қалай өмір сүріп келгені белгісіз. Яғни белгісіз сөзіне сіз жалғану арқылы да жасалады екен. Яғни бұл да белгісіз деген жоқ болып тұрған мағынаны беріп тұр, болымсыз мағынаны. Бесіншісі Медина. Сөйлем құрамында ешбір ештеңе, ешкім дәнеңе түк тағы басқа болымсыз мәндегі іздіктер арқылы. Алтыншысы Алиден. Сөйлем құрамында болымсыздық мағына беретін сөздер болса, мысалы безу, қашу, кету, жоғалу, қайтыс болу, бой тарту және тағы басқа. Яғни осы болымсыз сөйлемдерде құрамында болымсыздық мағына беретін сөздер болса, болымсыз сөйлемге жатқызады екен. Енді дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, болымды және болымсыз сөйлемнің ережесін және мысалын жазып қойыңдар. Сәуірдің 10-шы. Жас болдық па? Енді тапсырма, мен сендерге үйден тыйым сөз қарап келіңдер деп айттым, иә? Кеше тыйым сөздер айтсаңыздар, тыйым сөздерде болымсыз сөйлемдердің қатарына жатады, себебі болымсыздық мағынаны білдіреді. Қане бастайық? Кім бастағысы келеді? Бір тыйым сөз айтқанда табалдырықты баспа, жағымды тайма деген сияқты. По-другому список. Дұрыс, тізеңді құшақтама, тағы қолды төбеге көтерме, жаңағыны Мұхаммедияр тура сол. Дәптер жазба. Жоқ. Қазақтың ұлттық тыйымдары отпен ойнама. Неге? Себебі білесің ба? Қызды аяқпен теппе. Өте дұрыс. Оған қолын көтерме. Ол этикетке жатады. Тағы қандай тыйымдар білесің? Абай болады ғой сен. Ахмет. Бола ма? Болымсыз айтпайды. Табалдырыққа тұрма. Табалдырыққа не үшін тұрмайтынын себебін білесіңдер ма?
шетінеп кетсе сол сәбидің денесін табалдырыққа жерлеген екен. Сол себепті табалдырықты басуға болмайды деген. Табалдырыққа жерлеген. Апай ана бос бесікті. Иә, бос бесікті тербетуге өте дұрыс. Неге? Бос бесікті тербетуге. Әлде бізде мақалдарды өте жақсы біледі екен, иә? Біреудің жүгін апай. Біреудің жүгін бірінші орын алған. Онда бір күні сендермен мақал мәтініне сайыс өткізейік. Сабақтың 10 минутында соған сендерге грамота алып Давай, каждый стих. Жоқ, Иә, емес. грамота Қазір біз сабақ тақырыбымызға жатырмыз. Енді дәптерлеріне осы жаңа айтқан 5-6 тыйым сөздерді жазып қойыңдар. Қандай? Жазып алайық. Жаңа айтқан. Біз енді ұшақтама айтылды. Түнде айнаға қарауға Иә. Неге? Иә, сынған айнаға қарауға болмайды. Неге? Тұрың өзгеріп кетеді. Андай да беті қисайып қалады деген сияқты сондай. Апай көз тию. Кеше ғана қарадым. Оның бәрі енді тыйым, ырым Апай көз тию тыйым сөз еді тамам. тыйым сөздерді көз тию ол адам намысын тез бір екеуін жазып қойыңдар, иә? Енді үй тапсырмасына сендерге 163-ші беттегі екінші тапсырма. Иә. Семантикалық кесте орындайсыңдар. Келесі дүйсенбі күні, иә? Сендерде мода болмайды ғой, иә? 9-шы сыныптарға. Апай келесі страница көшіріңізші үй тапсырмасын жазып алып. Үй тапсырмасын жазып алыңдар, келесі жолы тексерем. Сіздермен рефлексия жүргізейік. Кешегі әдебиет сабағындағы сияқты осы сабақта ең білген 3 маңызды ақпарат туралы жазасыздар. Сосын ұнаған 2 бөлім. Сосын бір мәселе қандай қиындық тудырды, соны жазасыздар да маған өткізесіздер. Сосын келесі сабақта соны ескереміз. Не, түсінікті. Бір нәрсе ма, или бірінші бөлім? Бірінші бөлім. Ең білген 3 маңызды ақпарат.